Баршаларыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен Наполеон пісіретін боламыз. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Ешқандай да сливки, творожный сыр қажет етпейді. Үйдегі бар затпен жасайтын боламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, келесі видеоны жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бисмилля, жұмысымызды ұнды електен өткізуден бастаймыз. Содан соң сары майымызды осы видеода көрсетілгендей етіп турайтын боламыз. Достар, мен толық рецепті описанияға жазып кеттім. Сол жерден өтіп қарасаңыздар болады. Достар, бізде майды осылай пышақпен турау арқылы ұнмен араластыратын боламыз. Видеода көрсетілгендей осындай ұнтақтарымыз, түйіршіктер пайда болу керек. Содан соң бір жұмыртқаға шым-шым тұзымызды салып, оған сұйық майымызды құямыз, және де 9% сірке суын құятын боламыз. Және де миксермен жақсылап араластырып алыңыздар. Араластырып болған соң таразының көмегімен салқын су құятын боламыз. Бұл жерде бізде 148 мг болып тұр. Алайда біз су құйған кезде 250-255 мг-ға дейін суды құятын боламыз. Және де әрине тағы да миксермен араластырып аламыз. Ал енді біркелкі теста жасайтын боламыз. Осылай арасын ашып алып, тағы да пышағымыздың көмегімен араластыратын боламыз. Тура жаңағындай тек кішкене ғана түйіршіктер пайда болады. Міне осындай бізде теста шыққаннан соң, оны бір пакетімізге салып, тоңазытқышымызға 40 минутқа қалдыратын боламыз. Қатты біріктіріп жібермеңіздер, және де қатты бірікпей жайылып жатпауы керек. Ендігі кезекте крем жасайтын боламыз. Тостағымызға қантты салып, електен өткізіп алынған ұнды және де кукуруз крахмалын салатын боламыз. Достар, естеріңізге сала кетейін, мен описанияға толық рецепті жазып кеттім. Сол жерден өтіп қараңыздар. Кішкене ас қасықпен араластырып алып, содан соң сүтімізді құятын боламыз. Сүттің піскен, піспегені маңызды емес. Сүттің барлығын құйып жібермеңіздер. Осылай арасынан миксерлеп тұрыңыздар, өйткені ұн менен крахмал олар ерімейді. Арасында түйіршік болып қалуы мүмкін. Міне бізде ешқандай да түйіршік пайда болған жоқ. Енді біз баяу отта кремімізді пісіретін боламыз. Баяу отта тұрған кезде тоқтатпай қозғаңыздар, өйткені асты жабысып қалуы мүмкін. Креміміз орташа сұйықтықта болу керек, тым қатты қою болу шарт емес. Міне осындай видеода көріп тұрғандарыңыздай болу шарт. Кремді бөлек ыдысымызға құйып, бетін жауып, суытуға қалдырыңыздар. Суыған кремге енді сары майымызды миксермен араластырып алатын боламыз. Барлығын емес, 2-ге бөліп салып араластырыңыз. Міне крем осындай күйде болады. Ендігі кезекте тоңазытқышта тұрған тестамызды жаятын боламыз. Осы жерде мұқият қараңыздар, мен 2 қайтара жаятын боламын. Жайылған қамырымызды бүктеп, тағы да қайтадан жайып аламыз. Міне бұл екінші рет жайылған қамырымыз. Бірінші рет жайылған қамырға қарағанда әлде қайда біркелкі қамыр болып біріккен. Тағы да қайтадан бүктеп, 6 бөлікке теңдей бөліп алыңыздар. Бөлшектерге бөлінген қамырды енді бірінен соң бірін жайып шығамыз. Жайылған қамырымызды 27 сантиметрлік кондитерлік кольцоменен осылай кесіп алдым. Егер сіздерде болмаса,
осылай дөңгелекше тәріздес ыдыстарды қолдансаңыздар болады. Осылай бірінен соң бірін жайып алатын боламыз. Жұқалығы видеода көріп тұрғандарыңыздай болуы шарт. 210 градуста 5-7 минутта пісіріп алыңыздар. Міне осындай сарғыш түстес болады бізде. Және де менде 6 корж шыққанымен жаңағы жаннан алынған корждардан бірігіп менде тағы 2 кішкентай корж шықты. Сонымен менде барлығы 8 болды. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Бірінші осылай астына кремімізді жағып, оның үстінен коржды салып, және тағы да кремді жағатын боламыз. Көз мөлшерімен немесе 4 ас қасықтан салсаңыздар жеткілікті. Достар, ескеретін жайт, егер корждарыңыз қатты болып қалса, ол ештеңе етпейді. Ол креммен жағып, тоңазытқышта сақтағаннан кейін жібіп жақсы болады. Солай барлығын бірінен соң бірін корж, крем ретінде жағып шығасыздар. Ал енді кондитерлік кольцо немесе пищевой пленкамен жан-жағын орап, тоңазытқышқа 1 сағатқа қалдырыңыз. Бұл менде, достар, жаңағы айтқан 2 кішкентай коржым болатын. Енді оны майдалап, Наполеонымыздың үстінен сәндік ретінде қолданамын. Тоңазытқыштан тортты алып, енді бетін сәндеуге кірісеміз. Барлық жеріне жағып шығамыз, жанына, үстіне. Болған соң 4-5 сағатқа немесе 1 түнге тоңазытқышқа қалдырамыз. Сонымен, достар, бізде тортымыз дайын. Қарасаңыздар, өте жұмсақ болып, әрі дәмді көрінеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жаңаға қатып тұрған корждар қазір міне жұмсақ болып тұр. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.